Бұл қарапайым сенбі болды. Азамат үйде демалып қызықты деректі фильм көріп жатты. Кенеттен жарық қосылып сөніп қалды. Бұл не тағы? Азамат терезеден қараса, бүкіл ауданда жарық жоқ екен. Азамат ертең телефон, ноутбук, планшет, ақылды сағат, құлаққап, тіпті тіс щеткасын зарядтау керек екенін есіне алды. Жарық бірнеше минуттан кейін қосылды, ал бірлескен үйдегі чатқа хабарлама келді. Шағын апат болды, желі шамадан тіс жүктеліп қалды. Уайымдамаңыз, қазір бәрі жақсы. Апат түзелді. Жарық болсын деп, Азамат ойланып қалды. Жарық болу үшін және барлығына электр қуаты жету үшін не керек? Мүмкін баламалы энергия көздері шығар. Экология тұрғысынан таза, бірақ қуаты аз және жиналуы тым ұзақ. Әлде атом электростанциялар керек пе? Азамат АЭС туралы материалдарды зерттеп, тіпті әйгілі американдық профессордың дәрістерін көріп шықты. АЭС электроэнергиясы тиімді көздерінің бірі. Ол көмірқышқыл газын шығармай тәулік бойы жұмыс істей алады. АЭС жұмысы парниктік газдар шығарындыларын 4 миллионға азайтады. Климаттың өзгеруіне және жаһандық жылынуға қарсы күреспе? Бір аптадан кейін менде ақш-та іссапар болады. Осы туралы көбірек біліп алу керек. Азамат өз тәжірибесімен және білімімен бөлісу үшін сол профессормен хабарласты. Ол атом электростанциясына барып, оның қалай қауіпсіз және тиімді жұмыс істейтініне көзі жетті. Атом станциялары қатаң қауіпсіздік шараларына ие және миллиондаған үйлер мен үлкен өндірістерді энергиясымен қамтамасыз ете алады. Үйге оралғаннан кейін Азамат алған ақпаратымен бөлісуге шешім қабылдап, осы саладағы мамандарға барды. Жолда ол жатталған ұрандарды айқайлап жүрген адамды кездестірді. Ядролық заттар жойылсын, олар радиацияны таратады. Бізді жойғысы келіп жүр. Атом электростанцияларының көптеген артықшылықтары бар. Олар таза энергия өндіреді және жоғары көлемдермен жұмыс жасай алады. Біз уақытқа ілесіп әртүрлі нұсқаларды қарастыруымыз керек. Соның ішінде болашақ энергиясы да бар. Әрине, мұндай маңызды іске жауапкершілікпен қарау өте маңызды.